na 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 nay 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 na na nay nay nay. Vô tình không có đuổi hát gì này 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 này. Nhìn başladı bir traktık. Нар жағына бір түртім жетпей қалғанбы, же қолдан түшіп кеткен емес белен бір білдіріп бербейін бе? Диагнозыңды. Айтшы оғайын. Bir түртім жетпей қалғанбы, же бір жерден жығылған белен бала кезінде. Ошан өзің бір... Ошында бұл ақыл қаяқтан келді? Өзің фантазияңа ма же комментардан оқытасың ба? Өзім. Мынау баяғы... Үзілішім қарасаң ошында көрініп тұрамын негізі, жығылғандай. Сәл ненормальнырақ көрінесің да, досым. Кіміз жиндекеміз, кіміз жақшы кеміз. Байқап көрші, салшы таразаға тартып көрші. Кім ор, кім жеңіл, кім ақылды, кім ақылсыз. Ақылы, кім сылмес. Байқап көрші. Бейғылығың әлі қарап тұрып, Қырғызстан ұят қылып отасында тиктокқа шықпайлы ғой өсімі сұраншы. Башталды, мұны орысы башталды. Не қылайын, зығын өчірейін бе, жоқ отайын блокқа тығып. Айтқашы, майды машына келбейлі қойсын маған мұндайын, өзім өрмелі қойсын, түкірейін бетіне. Тамаша досым, тамаша. Өзіне замкай не бар екен білінбейді, анан маға шылтай береді. Байқанар ғой, қаймақ шоу алғандайлы. Қараңғыда келем, сені қарап білем, қайсыл жерден керем, қан түйеме кетем, таң атқанда барам, тартынбастан қарайым, талантымды арнайым, тике тұрып саға, талантымды арнайым, мұндан ары мені ұнытпастан жүрген, түн ұйқыдан қалып, маға басып келген. Алейгат саламын тағандай. Қайсыл жерден кіресің қараңғыда келіп? Сенің жаңаққа сынып қалған, сынып дедім бе, ешіктерің, тешіктерің болады ғой, терезенің тешіктері, ошақтан кірем. Қараңғыда келем, қарап сені білем, қайсыл жерден кірем, қан түйеме кетем, таң атқанда барам, тартынбастан қарайым, тарынбаған жаным, талантымды арнайым, тарынбаған жаным, тоқтап тұрғындайым, тике тұрып саға, талантымды арнайым, мұндан ары мені ұнытпастан жүрген, түн ұйқыдан қалып, маға басып келген дейді. Ай, базар жоқ. Бұны қанша жыл жаздым дедің әлі? Бұл деген тегенбе жын жазылғандай, 2015 жазғандырларында. Дүйшен ағайдың өлген күні жазылған ба? Дүйшен ағайды мен өлгенден танып атам, сол Дүйшен ағайға салыстырып өткен, неге? Өлгенден кейін танытамды. Дейдім бәрі Дүйшен ағайды қойып тұр ғой, өте бір сөйлеп қойса Дүйшен ағайды өлі. Жаңысын оқы дейді. Чүйім, үйім, гүлім, чүрек сұлы сүйім, чүкі ойнап өскен, чүйім гүлдеп өскен, дөңарық, ортасы чоңарық, толып тұрат су ағып, чүріп барат жол алып, шамшының туаймағы соның жер екен, шамалды авасыны қоз жер екен, шарқыраған сулар ағат қыштыр жайдыр, қаратшы бұл дүниеге жаратқанын, киіктер төрт ұйықта жайнап жатат, жыртқыш жөн тұрбай арғасы жақта жүре береді, жыртқыштар жанын қойбай жылмалашат, бір жағынан адамдарын қол салшат дейді. Ай, базар жоқ. Жарық чачып келсең, жанып маға еркем, мен сенсіз жалғыз қантем, мен сенсіз жалғыз қантем. Дүм 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 Емдері башта отасың, не болса? Досым, сенен сұраншы ұрды ойлы қойшы, досым. Неге? Сұраншы ұрды ойлы қойшы. Неге дейім? Мен баяғы сен ұрдаған сайын бұл қоштың үнін ұққандай жан дүйінен еріп кетті, досым. Жоқ, маға мұнтып айтайын деп тұрып айлантырып кеттің, мен айтайым, нені айтайын дедің әлі, ішіңе қатты қойыңа сөзді. Қойытшы, сенден сенден ырсы ділі шықпайды. Өзіңді түмелі. Мен да бір ұрда қойыншы досыма. Зарыл бегем. Бүткіл қырғыз елім таныған. Айкөл Манас атамдың ордына Манас атамдай болған көк жалым. Дегеле Қырғызстан емес дүйнө жүзі тан берген, дүйнө жүзі таныған.
Dünya жүзін мойындатқан мойны жоон, жағы қалың. 700 жашар буқа тепкенде, жағыңа тепкенде. Бұл эмне деген далдыраған сөз, бұл далдыраған сөз. Эмне деп атасың жомоқтуман айтып сен? Майысын жазсаң болот. 700 буқа, 700 эмне буканы эмне ошо букада эмне күнөө бар эди? Бука жок да апенди. Буканы кошпочу берге. Кызык да болот. Кече күнү айттың ғой, буканы көтөрөм дегенде кулак түпкө тээп салды деп, туурабы? Мен ошону айтып атам. Сен ошондо туура эмес упражнение менен көтөргөнсүң да досум. Сен паркта отуруп аткан буканын астына киргенсиң, көтөрөм дегенсиң, базар жок. Бирок сен алдыңкы эки бутун байлагансың да оң кол менен. Сол кол менен эки бутун байлайын дегенде бир эле буту байланып аладан өткөн дагы эки жумурткасына сипаланып кеткен да колуң. Ошол моментте кытыгысы келип кетип, кулак түпкө тээп салган. Түшүп калгансың, туурабы? 3 ай кулагың укпай кыйналып жүрдүм дедим. Далдыр болду та кайра эле кирип кеттик тиякта эмесине кирип кеттиң сен тиги тоголок калмасына кирип кеттиң кайра. Болду токтот концертиңди. Болуптур досум. Кайталанбай. Кулак укпай дейт. Кулагым угуп эле просто көгөрүп калгам десем деле кайра мен кирбей деп калдым. Дагы жакшы туруп кетпептир. Туруп кеткенде чатак болот да. Кытыгысы келип кеткен да. Номанов, угутам родной. Номанов, угутам родной. 18 жашарында бир айылдаш өткөндө айтып берди. Бай жайлоодо жүргөндө аттын үстүнө секирип минчкен да бул. Баягы үзөңгүсү жок элечи. Анан бир 7 жашар бээ оттоп жүргөндө бээнин артына секирип минем дегенде тээп салган дейт. Бирок ошо бээ тепкенде дагы түшкөн эмес экен да. Баягы мунун челиси. Токтот далдырабай бээнин артынан секиргенде элдер башкача ойлоп калбасын, келесоо көкмөбү деп. Өзүң секиргенсиң, мен секирбейм андайларга. Сен секиришиң мүмкүн агындайга. Каяктан бир ана өткөсүң да. Кыргызстан качан гана артынан секирчиле апендичиле суроо өрткөн бой. Капталына минет да үзөңгү менен туурабы же секирип минет капталынан. Артынан секирсең жыга теппейби арткы буту менен? Башың үзүлүп кетпейби? Башың үзүлүп кетет топто эле. Туура досум. Онда эле шилтеп койсунчу бир удар эле канча салмак кетип атат жанакы 250 кг, 300 кг-аттан. Тепкен эле бет болбой эт болуп калат го. Тепкенде мына чыпалак менен зашта кылып койсуң, челюскке тээп аткандачы мынандай. Тососуң. Мнерге келип тиет такасы. Такасы сынып кетет деп кой. Жол оңой эле.